Құрметті тыңдаушы, Оян Батыр подкастына қош келдің. Бұл өзін өзі тану мен бойдағы жігерді шыңдауды мақсат ететін сұхбат алаңы. Біз қоғам мен заманға лайықты болудың амалын іздеп, кейде өз жолымыздан адасып жатамыз. Өзгенің алдында абыройлы болып қалу үшін бөтен мақсат көздеп, жан қалауымызға құлақ түрмей жүреміз. Ал бұл өзімізге және түп армандарымызға қиянат емес пе? Бұл подкаст өмірге жаңаша қарайтын, ішкі еркіндікті аңсайтын жандарға арналған. Біз қоғам арқылы таңылған ережелерді қабылдамай, дара жолмен өз бақытына ұмтылған адамдармен әңгіме өрбітеміз. Өзін өзі тану, тұлға ретінде даму жолдары жайлы ой алмасамыз. Сен жалғыз емессің. Оян, батыр екеніңді таныт. Баршаңызға сәлем. Алғаш рет өздеріңізбен FindDB подкаст каналында қауышып отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгіннен бастап осы жобаның қазақ тілінде контентін дамытушылардың қатарынан боламын. Арасында орыс тілінде де подкаст жазып тұратынымды ескертейін. Ал енді өзім туралы кішігірім ақпарат беріп өтсем. Менің есімім Зарина, жасым 29-да, Францияның Лион қаласында тұрамын. Лион Люмьер университеті байланыс және коммуникация факультетінің магистратурасын тәмамдағалы отырмын. Бұған дейін Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін, кейін осы университеттің шығыстану факультетін бітірдім. Страсбург университетінде білім алдым. Азды көпті осы журналистика саласында жұмыс тәжірибем бар. Алғашқы еңбек жолын республикалық қазақ әдебиеті газетінен бастадым. Телевизия, баспасөз қызметі, пиар сынды бағытта жұмыс істедім. Жұмысты үнемі оқумен қатар алып жүруге тура келді. Өзімді толыққанды шығармашылыққа арнау мүмкіндігі болмады. Ал соңғы жылдары ғылым саласына баса назар аударып, шығармашылықты тіпті ұмыттым. Жалпы шығармашылық үнемі өзіне тартып тұрғандықтан ба, өзімді бір жайсыз сезінетінмін. Жан қалауын ешкім жоққа шығармағандықтан, осы қайта шығармашылыққа оралуды өзімді ақырын соған дайындап келемін. Уақыты келгенде қайта оралармын деген арманым әлі де көкейімде бар. Шыны керек, FindDB подкаст каналын 2017 жылдан бастап тыңдап келемін. Толықтай менің принциптеріме, өмірлік көзқарастарыма сәйкес келеді. Ол кезде іштей жобаның қазақша нұсқасы да шықса керемет болар деген бір мезетте ой кеткен еді. Ал 2 жылдан кейін FindDB жобасының Instagram парақшасында қазақ тілді подкастерлерге іздеу саламыз деген анонсын көргенімде қатты қуандым. Сөйтіп тәуекел деп жекеге жаздым. Кейін Қайыржан мен Skype арқылы хабарластық. Ойымыз бір жерден шықты. Осылайша жобаның командасына қосылып отырған жайым бар. Ал бүгін міне назарларыңызға алғашқы подкастын ұсынып отырмын. Қонаққа бұрынғы әріптесім, тіл маманы, бүгінде баспагер, бірнеше әлеуметтік жобалардың бастаушысы Арман Әлменбетті шақырдым. Арман кейбір ойларын қатты түрде жеткізгенімен түпкі ниеті жақсылыққа бастайтынын айтып өткім келеді. Сырттан сын айтып отырған жоқ, сөзін іспен дәлелдеп отыр. Арман баспагерлікке кездейсоқ келгенімен бүгін қазақ тілді бизнес әдебиеттің меломан сөрелерінде тұруына себеп болған еңбекқор жас, еңбек жолын газеттен бастап, әжептәуір проза жазып, тіпті өзін алып жазушылардың қатарынан көремін деген бал арманы да болды, әлі де бар. Болашақта мықты кино түсіретініне де кәміл сенімді. Қазіргі таңда қазақ тілінің қамын ойлап, журналист, тілші мамандарға арналған қателер сөздігін әзірлеуде, режиссердің түстері, берекелі бизнестің сыры атты кітаптардың 2018 жылы жетістікке жететін адамның күнделігі жобаларының авторы. Арман, сәлем. Сәлем. Біздің көріспегенімізге біраз жыл болды, 6-7 жыл. Қазақ әдебиетінде бірге бірнеше жыл бастап, жалпы шығармашылыққа, журналистикаға бірге келгенбіз. Одан бері не өзгерді? Одан бері көп нәрсе өзгерді. Енді жаңада еске алып отырмыз ғой, 6-7 жыл өтіп кетті. Нақты қашан соңғы рет кездескенімізді еске түсіре алмай отырмыз. Одан бері енді жеке өмірде де біраз жағдай өзгерістер болды, балалы шағалы болды деген сияқты. Одан бері енді ол кезде тек қана сол жазу сызудың айналасында жүрсек, одан кейін басқа да
әртүрлі қоғамдық, жартылай әлеуметтік, жартылай жаңағы коммерциялық деген сияқты жобаларға кірдік. Жалпы ойлау өзгерді. Көп енді өзгеріс, соның бәрін шетінен тарқатып айтуға болады. Мен енді шыны керек бір таңғалғаным, сен мысалы әдебиетте жүрдің, проза жаздың, кітап шығардың, жалпы шығармашылықпен айналып жүрдің. Негізі мен сені бір үлкен жазушы ретінде көретінмін. Сосын бір қарасам, бизнес жаққа кетіп қалдың. Олай басқа салаға кетуіңе не себеп болды? Мен жалпы негізі бір керемет шығармашылық дегенді бір үлкен ұлы іс деп қарап, таза соған берілуім керек, өмірімді арнауым керек деп ешқашан ойлаған емеспін о бастан. Мен негізі шығармашылықтан қатты қызыққаным, осы бала күнімнен қызыққаным кино болған негізі. Ол киноға кірген жоқпын, әдебиетке енді әдебиет түсіндік ішкі бір ынтазарлығымыз болды ғой о бастан. Сонымен өмір соған әкеп көркем прозаға кіріп кеттім. Және де одан мен бір ажырап шығып кеттім деп ойлаймын, өйткені ол да бір ауру сияқты нәрсе, айналып келіп соғып отырады. Кинодан да қанша не етейін десем де, мысалға мен осы уақытқа дейін ешқандай кино түсіріп көрмесем де, ылғи ойымда жүреді бала күнімде бар нәрсе, ішкі жаңағы қиялда жүрген бір әлі кинолар бар деген сияқты өзімен өзі дамып жатқан. Ал енді жаңа бизнеске кетіп қалды деген сияқты нәрсе, ол мысалға негізгі мақсат ол жерде неге қазақша осындай кітап жоқ деген нәрсемен басталған. Сонымен қазақша осы бизнес кітаптар деген нәрсе. Жалпы өзі бұрыннан өзі кітап дүкеніне кіріп, соны аралап жүргенді жақсы көретін, бірақ ол кезде көркем әдебиеттерді қарайтын. Сосын кейіннен бизнес әдебиет деген бар екен, жаңағы не деген нон-фикшн деген нәрсенің бар екені, ол бір жаңағы психологиясы бар, өмірбаяндық кітаптар бар, соларды көрдім да. Сосын 99% бекен басқа тілде тұрады Қазақстандағы дүкендер. Қазақтың қаласында тұрған дүкен, бірақ бәрі орысша, шамалы ағылшынша бар. Сосын бір-екі қазақша кітап тұрады. Сол нәрсе негізі намысыма келді. Содан кейін бұл нәрсе пайдалы ғой деп ойлап, Генри Форд, соларды Стив Джобстарды оқығаннан кейін бұл нәрсе негізі қазақшасы болу керек қой. Сол мысалға баяғыда бізде патша үкіметі бір тізесін батырып, біз жаңағы азамат соғысына, жаңағы бірінші дүниежүзілік соғысқа солдат алады дегенде содан қашып, оның алдында тіпті біз сөйтіп жаңағы Столыпин реформасы пәленше түгенше деп жүргенде, мысалға Англия мен Америкада жаңағы ағылшын тілінде машина жасауға қатысты журналдар шығып жатқан, мысалға сол нәрселерді ойлайсың, біз неге сонша артта қалып қойғанбыз деген сияқты нәрседен келіп, осы нәрсенің қазақшасы болу керек деп мен негізі солай кіргем, жаңағы қазақша бизнес кітаптар болу керек деп. Сосын бизнеске қызыққаннан кейін, жаңағы оқығаннан кейін шамалап қызыға бастайсың, өзім істеп көрсем деп ойлайсың, сөйтіп маңдайда жаңағы тауға тас құрып әртүрлі нәрсені көріп болмай қалып деген сияқты сөйтіп. Жалпы негізі жаңағы негізгі мәселе бір мынандай адамдарда болады ғой, бір өнерім, сұмдық, бір нәрсе жазуым деген сияқты. Менде сондай нәрсе ешқашан болған емес. Мен бәріне сергек қарауға тырысамын. Жалпы бұл өмір, жазу, ол да бір дүние, саған берілген әйтеуір Құдайдың берген қабілеті шығар, соған сай жазатын шығарсың. Тіршілік те сондай. Ал негізі мынандай бір ойым бар. Бізде қазір ана әдебиет туралы әңгімелесіп, біреулер сөйтіп шалқып отырған кезде ғылым. Жалпы ұлт, менің ойымша, қазақ ұлты негізі жойылып кетуі мүмкін ұлт деп ойлаймын. Ана Тұрсынжан Шапай айтады ғой, қазақтың жаны үшін шайқас жүріп отыр деп. Қазақтың жаны неде кеткен, барымтада кеткен, көкпар болып тартылып кеткен деп ойлаймын. Мысалға сөйтіп жатқан заманда ешкім қазақша кітап оқымайтын болса, оны жазған не керек кейін, мысалға. Сондықтан да бәрі қоғамдық жұмысқа араласпай отырамайсың мына заманда негізі. Сонда бір нәрсе істеу керек. Ал енді тек қана жазуым деп өз бетімен мен ешқашан жүре аламын деп ойламаймын. Мен осы сұхбатқа не дегенмен сен бұрыннан білсем де, бірақ дайындалып келдім. Сенің біраз бұның алдындағы сұхбаттарыңды оқыдым. Бір 2012 жылы деп берген бір сұхбатың бар екен. Сол кезде әрине жассың, өзі қанша 22-21 жастасың, иә. Сонда сен жаңағы айтыпсың, мен өзімді алып жазушы ретінде елестетемін депсің. Соған мен сұрап жатқаным ғой, сенің сол арманыңа жалпы келе жатсың ба? Негізі ол сенің болашағында бәрібір бір мақсатыңда бар ма, сол алып жазушы болу? Сол жазушылығыңмен жаңағы қоғамға қандай да бір өзіңнің пайдаңды алып келу, қоғамдағы бір серпіліс жасау, көзқарасты өзгерту деген сияқты. Әрине ондай ой бар. Мысалға ондай жаңа амбиция дейді ғой, шығармашылықта кез келген нәрседе адамның амбициясы болмаса бір үлкен шаруаны істей алмайды ғой негізі. Шығармашылықта тіпті керек. Мысалға бір жігітпен сөйлесіп отырғанбыз, шетелде оқып келген, жаңағы киноға қатысты, соның білімін алып келген. Сол айтады, мен өз-өзіме бір сенім ұялайтындай бір не таба алмай жүрмін, сөйтіп киноға керемет кино түсіретін деген сияқты. Сосын мен айтамын, мысалға шабыт жоқ дей ма, әлде тақырып жоқ дей ма? Жоқ, үлкен бір кино жасайын десем дейді, мен өз-өзіме қатты сенбеймін дейді, бір өз-өзіме сенетін бір нәрсе істеп алсам шіркін сосын жасайтын едім деген сияқты. Сосын мен айтамын, мысалы мен күмәндамаймын, өзім мықты кино түсіре алатыныма күмәндамаймын, ешқашан түсіріп көрмесем де,
сұмдық нәрсе түсіре аламын деп ойлаймын деймін ғой, онда ол жақсы екен дейді. Сол сияқты мысалға бір роман жазатындай, жалпы көркем мақала жазсам да, сыни мақала жазсам да, бір жақсы мақала жаза алатындай, болашақта мысалға бір жазатын, қазір енді көркем шығарма туралы қатты ойлап жүрген жоқпын. Ол нәрселер өзімен өзі келген былай мазаны алған кезде ғана енді ол мысалы бір нәрсені ойлап қоясың, ол ұмытып кетесің, кейіннен қайта еске түседі, сосын жалғасады бір-біріне, сондай ол еркіңнен тыс жүре беретін процесс қой, миыңда әдет болып қалғаннан ба білмеймін. Сондай ойлар бар, бірақ дегенмен оны бір соншалықты жоспарлап жүрген жоқпын. Ал енді жаңағындай сыни мақала туралы ойласам да, жаңағы кино туралы ойласам да, ол жаңағы алып жазушымды ойлаймын деген сияқты амбиция ол бар. Әлде де бар ғой сол бір балалық арман. Бар. Ол жоқ, балалық арман деуге болмайтын шығар. Ол өлсе, онда қиын, онда ол өліп қалса қиын. Онда бір кісі айтып еді, жаңағы әдебиетте жүретіндердің бәрі бірінші деп өзін есептейді деп. Жаңағы екеуміз отырсақ, сосын үшінші бір жігіт менімен бірге еріп барған, соны айтады, сен бір біріншіге еріп, бір біріншінің үйіне келіп өтсің деп. Сол сияқты ол нәрсе болу керек қой деп ойлаймын, онсыз қиын. Ал жалпы мына бизнес туралы сен Ерлан Әшімнің бір жаңағы кітабын шығарумен айналыстың, иә, шығардың. Содан бастадық қой. Содан бастадың, иә. Жалпы ол қиын болды ма? Қалай болды ол? Жалпы ол процесс қалай болды? Өйткені сен өзіңді ол жерде жазушы ретінде, әлде редактор ретінде, әлде қалай сезіндің жалпы? Қалай бастадың? Ол жерде мен негізі қоғамдық жұмысқа араласып жүрген адам ретінде бірінші жаңағыдай таза қазақша жазылған, қазақша бизнес туралы, бизнес тақырыпта жазылған биографиялық кітап. Мысалы мен жаңағы Стив Джобсты оқыдым, Бенджамин Франклинді оқыдым деген сияқты, Лия Коко дейді, Генри Форд дейді, тағы кім бар? Біраз енді жаңағы кім деген бар, Тони Шей деген бар, соларды оқыдым ғой. Бізде неге жоқ деген нәрседен шықты ғой. Ал енді менің қолыма түсіп тұрған адам Ерлан Әшім. Және де оның өмірбаяны расында да үлкен жаңағы тақырып әңгімелеп айтуға лайық, және де менің басқа да құндылықтарыма сәйкес келіп тұр. Мен оны кітап жазу туралы ол кісіге идеяны мен 2014 жылы жаңағы осы нәрсемен ауыра бастаған кезде айтқан. Кейіннен 2-3 жыл ол туралы әңгіме қозғаған жоқпыз. Жалпы хабарсыз кеттік, кейіннен қайтадан хабарласып басқа мәселе бойынша. Франциядан бір қыз келіп қонақ болып келіп сонымен сот алуға барған кезде қайтадан сөйлесіп кеттік қой. Содан сөйлесіп тағы бір нәрсе істеп жүрген мен сол кезде ана телефондардың чехолында сурет салып сондай нәрсе жасап жүрген әртүрлі нәрсе істедік қой. Сол нәрсені көрсетіп ол кісі оған риза болып сөйтіп әңгімелесіп қайтадан жаңағы кітап тақырыбына келіп сөйтіп шығып кеттік қой. Ал енді ол жерде мысалға бір адамдар ойлауы мүмкін, бір жазушы ол бір байдың өмірін жазып жаңағы ақша тауып жүр деген сияқты ойлаймын. Мен мысалға соны істеп жүрген кезде қатты ойлаған да жоқпын, бірақ соны шығаратын кезде сездім адамдардың несінен. Мен тағы да бір кісімен жұмыс істедім, ол кісі құрылтайшы болып Бегзада деген журнал шығардық мысалға. Сол кезде сол кісінің несін адамдар былай ойлайды, кейіннен барып бір жігіт айтты, сен туралы біреу сөйтіп айтты деген мүлде жоқ. Ол жерде жаңағындай ол кісілердің ойынша бай деген жалпы өзі бір қандай масылдық түсінік деген бар ғой өзі адамдарда. Біреу жаңағы ақшасы бар адамды көрсе содан ақша сұрағысы келіп тұрады деген сияқты. Негізінде кішкене ақша туралы түсініп алған адам мына ақша маған не үшін келді, мен бірдеңе істегесім келді ме деген сияқты бір түсінік болу керек қой. Біреу тегін берсе ештеңе алмау керек деген сияқты. Ал жаңағындай адамдар сол мен солай ойлайды екен, бұл сол байлардың жанында жүріп соларды мақтап бірдеңе істеп содан ақша алып сөйтіп жүрді. Мен араласып жүрген кісілердің, бизнесмендердің оның ішінде бір ақымағы жоқ, бет алды ақшасын беріп қойып алданып бір-екі ауыз жылы сөз айтқан үшін нететіндей ондайлар бар. Сыртынан білемін бір кісілерді, нелерді. Бұрында да сөйттім, бірақ енді ондайға мен немей жүрмейді. Мен біреудің алдына ақталайын деп біреуге бірдеңе дәлелдей отқан жоқпын. Қысқасы кім не ойласа ойласын, біз әйтеуір сонымен баспаны бастадық. Мысалға мен Ерлан Әшіммен екеуміз келіскен кезде ол кітапты шығаруға кететін шығынды ол кісі төлейді. Сосын ол кітапты мен сатамын, сосын содан түскен ақшаны мен адамдар келіскен. Яғни сен ешқандай жаңағы гонорар, ол кісіге жазып қаламақы еш нәрсе алған жоқсың. Бір нетіп жаңағындай бір машина мінгізіп деген сияқты біреулер сұрайды, жаңағы сен компаниясын жақсы жарнама жасап бердің ғой бірдеңе. Мәселе ол емес, мен о бастағы ол кісіге қойған нем шартым сондай болған. Міне ол 1000 дана кітап бітейін деп қалды, аз ғана қалды. Дүкендерге таратып, дүкендерде жатқандар бар, қолымда кішкене аз ғана қалды. 1 жылға жетпей мен бітейін деп тұрмын мысалға. Сондай нәрсемен бастағанбыз. Одан кейін қаншама кітап шығардық. Әйтеуір баспаның жұмысы басталып кетті. Сонымен ниет әйтеуір Құдайдың бұйрығы. Ал енді осы жерден жаңағы кітап нарығына келейікші. Қазақстанда жалпы кітап нарығы қалай дамуда? Қазақ тілді, орыс тілдісін былай қойғанда, таза мына қазақ тілді кітаптарға деген сұраныс қандай? Жаңағы сіздің кітаптар мысалы меломанда шықты ма, шықпады ма, жалпы таралымы қалай болды? Енді біраз тәжірибе жинақталды ғой, одан кейін де біраз кітап шықты деген сияқты. Қазақша кітапқа сұраныс бар, көркем әдебиетке емес, бірақ негізі былай қарасаңыз бізде қазақша бестселлер қайсы деп нететін болсақ, осы тәуелсіздіктен кейінгі демей ақ қояйық, 2010-нан бері қарайғы дейікші, 2010-нан бері қарай десеңіз, мен нақты білетінім намаз оқып үйренейік деген кішкентай кітап бар ғой. Соны шығарған адамдар өздері нешеу шығарғанын білмейді. Ылғи шығарып жіберіп жатады, ылғи дүкендерде бітіп қалып жатады. Негізі ең көп сатылған діни кітаптар болды жылдары. Ол жолға қойылды, мешіттер арқылы сатылды, мешіттердің жанында киосклар арқылы сатылды. Бізде сол ауылдарға кітап жетпей қалды ғой. Негізі оқырман жоқ емес, оқырман бар, оны тәрбиелейтін, орта жолды байланыстыратын жаңағы баспалардың жұмысы әлсіз болып қалды. Кішкене қолында күші бар деген жазушылардағы
жазушылар одағы сияқтылар олар жұмыс істемей қалды деген сияқты. Сонымен ол осындай болып қалды. Негізі сұраныс бар. Біз енді мен тәжірибе жинағанда мен кәдімгідей тәжірибе жинадым ба деп ойлаймын қазір. Өткенде барып журналистика несіндегі факультетіндегі баспалар ісінің мамандығымен кездесіп өзімше білгенімді айтып қайтқанмын. Қазір білгенімді кәдімгі біреу сұраса мен айтуға дайынмын. Қағаздың түрі, түптелу деген не, кітап қалай таратылады, сұраныс, дизайн, жаңағы мәтін, ол бет теру деген сияқты. Иә, оның алдын ала жарнамасын жасау. Жарнамада мен мысалға мен өзім түсінгенім керемет сұмдық сатушы емес екенмін мен. Жақсы жарнамалай алмаймын, жақсы мақтай алмаймын өзім шығарған нәрсем деген сияқты. Ал енді жаңағы ұяламын дейсің ғой, ұяламын дейсің. Сондай бір нәрсе бір адам бәрін істей алу негізі мүмкін емес деген сол бір жаңағы меломан деген жаңа меломанды айтып қалдым. Меломан менің ойымша қазір Қазақстан нарығындағы лидер ғой, сөз жоқ. Қалаларда кітап сату жағынан, ауылдарға ол кітап сатпайды, қалаларға, жаңа үлкен қалаларда ғана. Содан кейін бұл бір ненің барометр сияқты ма, жаңағы бір көрсеткіш. Енді бізге бір ақпарат бере алатын, статистика шығарып бере алатын бірден бір жаңағы сауда арнасы ғой, енді ол сондай күшке ие болып тұр. Сондықтан да мен меломанды өте құрметтеймін. Және де мен өзімнің де істеп жүрген жұмыстарымды қаланы игеру жағынан меломанды өзіме көрсеткіш не ретінде қараймын. Біз былтыр 2 кітап кіргіздік меломанға қазақша. Биыл әзірге бір кітап, осы енді басталады ғой. Биыл негізі 10 кітап кіргізсек деген өзімнің ойым болған. Жалпы меломанда да қазақ тілді, яғни кітапқа сұраныс бар. Сұраныс бар, әрине бар. Жаңағы мысалға біздің жаңа берекелі бизнестің сыры деген оның 4/4 сол меломан болды. Ал егер де біз осындай онда біз меломанға деп бөлек тираж шығаруымыз керек болады екен болашақта кітап шығарған кезде. Біздің өзіміздің сата алатын кітабымыз осындай. Одан кейін біз меломанға осындай кітап деп сондайға дейін жететін түріміз бар аласа енді. Енді мен көремін сен мысалы Фейсбукта, әлеуметтік желіде жаңа жариялап тұрасың осындай кітап, жеткізіп саламыз, осы Қазақстанның кез келген жаңағы жеріне жеткіземіз деген. Менің байқағаным бойынша сен сатылыммен тек өзің ғана айналысып жүргендей болдың. Мүмкін бір команда бар ма, жоқ па, әлде қалай? Ол былай ғой, сауда деген негізі жаңағы сауда арналары болады ғой. Ол мысалы дүкендер арқылы сатасың. Негізі ең жақсы баспа деген бөлек кәсіп, кітап сату деген бөлек кәсіп. Баспа өзі кітап сатумен айналыспау керек негізі. Баспа жаңағы оптым жаңағы көтерме бағамен сататын компанияларға беріп тастау керек. Олар талап ету керек, бірнеше төменгі бағамен беріп тастап отыру керек. Олар жаңағы өңірге таратып ары қарай алып кету керек. Бізде енді мысалға бір жігіттерде сондай ұсыныс болды. Мен сұрадым, сосын ауылдарда қалай сатасыңдар, біздің кітапты саған берсек деп. Ауылдарда адам оқымайды деді ана жігіт. Сол сөз маған қатты дейді. Ол қалай бір адам ауылдарда кітап оқымайды деп. Анау бір ауылда бір адам кітап оқыса да ол адам ғой мысалы. Және де мысалға өткенде осы мысалды көп келтіріп жүрмін. Мүмкін сол адамның үйінде болашақ президент өсіп келе жатқан шығар, мысалға президент болмаса да қаншама жұмыс істейтін бір адам өсіп келе жатқан шығар, қайраткер өсіп келе жатқан. Кім өсіп келе жатса да бір адам өсіп келе жатыр ғой. Оның үйіне неге кітап бармау керек мысалы, оған неге біз жаңағы оқымайтын адам ретінде жолдамыз. Сондықтан да мен оған риза болмағандықтан олармен де жұмыс істейміз, әртүрлі сауда сататындар. Олармен де жұмыс істейміз. Кім бар соның бәріне біз бағаға келіскендерге әрқайсысына әртүрлі баға қойып біз беріп жатырмыз. Бірнеше сауда нелер бар. Ал енді мына өңірлерде не еткеніміз біздің ана күнделігіміз бар, жыл сайын шығарады. 2 рет шығарып, биыл енді 3-шісін дайындайын деп жатырмыз бұйда. Сол күнделік тез арада өтетін товар, және де ол өзінің бір уақытында өтетін нәрсе. Яғни сол бір жылдың көлемінде, жылдың басында, жылдың аяғында келесі жылға дайындалатын кезде сол кездерде бір 4-5 күннің ішінде негізі қатты қызады саудасы. Сол кездерде біздің сол күнделікті алған адамдар бізге сатып берейін деп мысалға бізге хабарласқандар бар. Ішінде кейбіреу дүкен, кейбіреу арнайы кітаппен айналысып жүрген адамдар, кейбіреулер жай адамдар, мұғалім бар ішінде. Бірақ мына біздің құндылығымызбен сәйкес келетін, соны қолдайтын адамдар ғой. Солар арқылы біз жаңағы өңірлерде әйтеуір адамдарымыз пайда болды. Жаңағы тек қана өзің айналысып жүрсің бе дедің ғой. Мен негізі өзім айналыспауым керек ғой мен. Сондықтан да өңірде жаңағыдай адамдар бар. Сосын жаңағы дүкендермен тікелей өзім байланыс жасаймын. Қағазын ету, есептеп отыру деген сияқты онымен өзім айналысамын. Ал жаңағы күнделікті жазу идеясы соған ұқсас нәрселерді мен көп оқыдым. Жаңағы адамның дамуы, жеке тұлғалық дамуы дейді, өз-өзін тәртіпке келтіру, жалпы адамның негізі тереңдей бересің, ары қарай кете бересің. Мысалға басында ойлайсың, адам көбірек жұмыс істесе көбірек ақша табатын шығар, көбірек ақша тапса көбірек бақытты болатын шығар, ерте тұрса көп бақытты болатын шығар деген сияқты, өз-өзін аямау керек шығар деген сияқты сөйтіп кетесің де кейін ойлана бастайсың, жаңағы мүмкін адамдар әртүрлі болатын шығар, мүмкін мүлде жаңағы айлап жылдап жұмыс істемей жатып ойланатын адам шығар деген сияқты басқаша ойлар кете бастайды. Осы нәрселердің бәрін араластыра келе адамға қазақша мәтін ұсыну ғой. Ол басқа тілдерде жазылған, мысалға біздің өзімізде де бар нәрселер негізі оның бәрі. Оны бірақ жүйелеп, не екенін көрсетіп қазақша ұсыну деген нәрсе. Ол енді біреудің қазақша жетпеуі мүмкін, біреудің логикасы жетпеуі мүмкін, біреудің білімі жетпеуі мүмкін, біреудің жаңағы шетелдің тілінде басқа тілде шыққан нәрселерді оқымаған болуы мүмкін, немесе біреу қазақша білмеуі мүмкін деген сияқты сондай нәрсе болғандықтан идея қайдан келді деген, мен соларды оқу арқылы жаңағы қазақша болу керек деген нәрседен келді айналып. Әртүрлі күнделіктерді көрдім. Мен мысалға мынаны көрген халықаралық бір көрмелер болып жатады ғой, жаңағы ярмеңке
сол кезде көрсеткенде Ресейден келгенде біреулер көрсеттім, солар да қатты қызықты. Мысалы соны мен ойладым, бұл ұрлай ма екен кейін деп ше. Ақша жинайтын жерлер бар мысалға. Соны көргенде бұны қайдан алдың деп бәрі сұрайды. Оны ешқайдан алған жоқпын. Ойланып келіп жалпы күнделік деген нәрсе қандай несі болуы мүмкін. Адам төрт түрлі дамиды мысалға. Жаңа ақшалық жағынан дамиды, денсаулығы, жаңа физикалық жағынан, сосын рухани, интеллектуал жағынан, рухани жағынан дамиды. Осы нәрселердің бәріне жауап беруге тырысамын. Бұл жерде кішкене ақша жинасын жыл бойы. Адам ақша жинамай жүре береді негізі. Бірақ жинаса да солай сол тіршілікке дейін қоймайды. Азын-аулақ нәрселерді үнемдеп кішкене ақша жинап үйренсін, шамалы ақша туралы ойланып үйренсін. Біз ойланбаймыз ғой. Ақша түскен кезде не істеймін деп ойлаймыз, немесе алдын ала жетпей жатқан кезде ойлап қоямыз, соны жұмсап тастаймыз. Жетпей жатса қарызға алып аламыз да, болашақта табатын ақшаны жұмсап тастаймыз деген. Сол нәрсе кішкене интернет несін сауатын көтеру, қаржылық сауатын көтеру мақсаты. Осы нәрсе жаңағы денсаулықты күту, кішкене көбірек су ішу деген сияқты. Сол нәрсе осы төрт нәрсе жаңағы интеллектуалдық бір нәрсе білім алып шығу, сосын кішкене рухани адам бір бақытты болу туралы ойлана бастасын деген сияқты нәрсе. Осы нәрселерді жауап беретіндей қылып жасаған нәрсе. Қанша таралымы болды жаңағы? Біріншісін 500 қылып шығардық, ол жетпей қалды, 3 күнде ме өтіп кетті. Сосын тағы 500 шығардық, ол бірақ 10 айлық қылып шығардық, наурызға дейін, наурызда саттық. Былтыр 1000 қылдық, биыл 2000 мың. 2000-нан бар ғой, 200-ден азы қалды ғой. Ол қалатын себебі біздің республикамыз үлкен ғой. Ол мүмкін емес. Қостанайда қанша сұраныс болады, Шымкентте сұраныс болады, Таразда қанша сұраныс болады, оны анықтау мүмкін емес. Ол жерде сататын адамға байланысты, ол жерде жарнамасы бір мықты адам алып қалып, отырған жердің бүкіл жөнді айтып жүруі мүмкін. Сол әр тыңдаған адам 2-ден 3-ден біреу 15-тен алып жетпей қалуы мүмкін. Мына жақта бір адам, ол сататын адам ауылына кетіп қалуы мүмкін сол кезде. Сатам деп алып бір дүкен алып алған, дүкендер сатамыз деп алып алған, дүкендер жабылып қалуы мүмкін сол кезде. Жаңағы бұл бір мерекесіне кетіп қалуы мүмкін біраз. Сонымен өтпей қалуы мүмкін, өтейін деп тұрмын. Сонымен ол жеткенше 2-3 күн өтеді жан-жаққа. Мысалы ең соңында Орал мен Атырауға жетеді мысалға. 3 күн 4 күн. Оны тарату жүйесінің өзі бізде енді қызық. Содан келеді де өтпей қалады себебі бір жақта жетпей қалады, бір жақта өтпей қалады. Сол сұраныс сол нәрседен сосын уақыт өтіп кетеді де ана жаққа жібер дегенше ол адаммен қол тимей кететін нәрсе болады, сонымен өтпей қалып тұрған жағдай. Ал кейбір жерде шынымен жетпей қалды. Былайша қарап тұрсақ, 3-ші рет шығып жатыр. 3-ші рет енді шығарамыз осы. 3-ші рет енді шығарайын деп жатыр. Күзде шығарамыз. Ішінде қандай өзгерістер пайда болды? Бұны енді барынша біз жаңағыдай жағынан дамыттық. Мысалға бірінші егер тұрақты алып келе жатқан адам болса, бірінші, екінші басында мысалға біз кішкене өз-өзін тәртіпке келтірумен өз-өзін жаңағы көбірек қинау жағына қарай көңіл бөлдік те. Екіншіде өз-өзінің кім екенін анықтау жағына қарай көбірек көңіл бөлдік. Мысалға сен өзің менеджер болатын адамсың, әлде кәсіпкер болатын адамсың, әлде бір маман болатын адамсың, қолыңа не келеді? Нағыз кәсіпкерлер, нағыз мына сөйлеп үйренген адамдар болады ғой. Адамдарға бір нәрсе айтқысы келіп тұратын жаңағы нелер, бизнес тренерлер, бірдеңелер, психологтар. Одан кейінгіде мен көбінесе жаңағы таза жетістікке жеткен, ештеңе оқымаған, білімсіз, бірақ өмірлік тәжірибесі бар адамдардың кеңесін көбірек келтірді. Біріншісі ойға келген бетте сатырып тұрып істедім де, мен ол жерде уақытым болған, типография алдап кетті, кішкене созып бүкіл уақытым сол жеп кетті. Ал екіншіде мен оны бітіре салып екіншіге кірістім. Ал мен біріншісін дайындау, біріншіге мен 4-5 жыл күнделік жазамын деп болмаса да, мен сол нәрселерді зерттеп жүрдім ғой, сол азық болды. Екіншіде жаңағы біріншіде күнделік қолданған адамдардың тәжірибесін оның несі артты, жауапкершілік артты. Енді үшіншінің жауапкершілігі тіпті ауыр болып тұр. Бірақ оның несін әлі мен айтсам қазір кейін кішкене өзгерістер болса қай шегі қылмасын деп көрмесесін былай. Бір сәт тоқтап, жүрегіңді тыңдашы. Оян Батыр өзін өзі тану мен еркіндікке қол жеткізу туралы подкаст. Толығырақ ақпаратты findyourbin.com сайтында таба аласың. Жалпы енді мынау күнделік бұл енді күнкөрістің қамы емес қой. Бұнда да бір идея бар ғой. Күнкөрістің қамы дейтін болсаңыз, мысалға бір не деген Арқақшам деген газет бір сұхбат аламыз деп хабарласқанда айтқам, адам мен мысалға пайдалы бола отырып пайда тапқым келеді деп. Мысалға мен жиһаз жасап көрдік бір кездер ше. Ол жүрмей қалып жүруі де мүмкін еді. Мысалы мен ол жүрмей қалған бір себебі қазір ойласам маған қызық болмаған ғой. Маған мысалы бір нәрсе істеу үшін ол қызық болу керек. Және де бірінші мәселе пайдалы болу керек. Және де ол қазақша аудиторияға пайдалы деген нәрсе мен сол нәрсеге айналып келе беремін. Сол кейін анализ жасадым ғой өз-өзім. Сонда бүкіл нәрсені сол арқылы келедім. Жаңағы форум ұйымдастырсақ та сол қазақшасы неге жоқ. Әйтпесе бұның бәрі қиын нәрселер ғой негізі. Мысалы күнделік өтуі де мүмкін еді, өтпеуі де мүмкін еді. Мысалы білген жоқпын ғой. Алдымда жаңағы айттым ғой телефонға чехол бар деп жасадық деп. Соны жасайтын аппаратын сатып жүрдім мысалы соны шығару үшін деген сияқты ғой. Сондай бір тәуекелге бару үшін енді ол жерде күнкөріс болады ау деген болса екен деп тілейсің ғой. Кейбір нәрседе тамақ емес қой. Мысалы бір нәрсе істедің ба сол барып келгенің үшін жаңағы шығын нақтығаннан бөлек сенің бір маңдай теріңе бір нәрсе түсу керек. Ол түссе сен басқа кітап шығарасың. Мен қаншама мысалы кітап шығарғым келеді. Жаңағы Генри Фордтарды аударғым келеді, оның авторлық құқығын төлеп, Бенджамин Франклиндердің бәрін соларды аударып тастағым келеді. Мысалы қазақша Данияр Жігітбек сияқты жігіттер мысалы жазатын жігіттер қалыптасып олардың кітабын шығарғым келеді. Мен неге оларға ақша тауып алып келіп өзім деп айтуым керек. Мысалы мен неге оны шығарып оған гонорар төлеп өзім сатып аздаған болса да пайдасын ары қарай тауып
кәдімгі өркениетті елдегі баспа сияқты жұмыс істеу керек қой мысалға. Ол үшін оған ақша табу керек. Сондықтан да кез келген нәрсе мен ақша табамын деп айтудан ұялмаймын. Ақша тауып жатсам, ақша табу керек кез келген нәрсе. Ол ақшаны өзіме жұмсаймын ба, жұмысына қайтып саламын ба, ол ар жағында өзімнің шаруам мысалға. Бірақ мен негізінен сол өзіне салуым керек. Компанияның қалтасымен өзіңнің қалтаңды шатастырма дейді ғой. Әзірге шатастырып жүрміз енді. Қашанға шатастырады. Ал жалпы енді сенің осы тәжірибеңнің айналасында біздің кітап нарығының дамуына не жетіспейді, не жоқ? Кітап нарығының дамуына жетіспейді деуге болмайды. Үлкен кедергі болып тұрған нәрсе біздің енді өйтіп айтуға болмайды ғой. Жердің үлкендігі негізі. Жер үлкен болған үлкен байлық қой негізі. Бірақ халықтың аздығы нақты кедергі. Одан кейін біз бәленбай жыл экономика деп рухани идеологиялық нәрсені мүлде ұмытқанбыз ғой мемлекеттен бастап. Жалпы біздің мемлекет басқарып отырған адамдар халық екеуінің арасы алыс болып кеткен алыс ортасы үзіліп қалған білмейді мысалға ше. Бұл нәрсе дегеніңіз және де ол ана тек қана чиновниктер ғана емес. Шенеунікке кішкене қатысы бар жаңағындай бір нелерді басқаратын, баспаны басқаратын болсын, жоғары жақтан тендер алып жүргендер бар ғой. Олар да соларға кетіп қалған. Бері қарай қарамайды, артына ешкім қарамайды. Және де сен бір нәрсе айтсаң сен ақымақ көреді. Осы нәрселер кедергі болған біздің кітаптың нарықтың дамымауына. Мысалға баспалар мүйіз қарағайдай баспалар отыр. Оның баспаның бастықтарының бәрі ақын, жазушы, кітапқа оқулыққа еніп кеткен сұмдық елдің аузында жүрген адамдар. Жазушылар одағы деген сияқты одақтардың төрағасы да сондай. Қайсысын алсаң министрліктердің қолында тұрған нәрсе мысалға. Ол бір нәрсе істеуге болатын нәрсе, бірақ біреуінің ниеті жоқ соны істеуге. Бәрінің ниеті, мысалы баспалардың ниеті мемлекеттен тендер алады да. Мемлекет тапсырыспен ғана соның айналасында шектелу. Өзі үш сегмент бар ғой, жаңағы B2B, B2C, B2G дейді. B2C-ң жаңағы таза клиентпен жұмыс істеу, B2B деген жаңағы магазинге бересің, сол арқылы. B2 жаңағы G деген бар екен, ол жаңағы үкіметпен жұмыс істеу. Үкіметтен ақша аласың, тапсырысын орындап бересің, үкіметке бересің, болды ақшасын алып аласың, сонымен қызметкерлеріне айлық беріп, өзің жаңағы машина алып бір нәрсе істеп сөйтіп жүресің деген соң. Ол кітап қайда кетіп жатыр? Ол кітапты қол қойып алып алса болды аналар. Одан не бар, не жоқ, оған ешкім қарап отқан жоқ. Оған сұраныс бар, жоқ. Адамдар оқи ма, оқымай ма, оған ешкім жауап бермейді. Қағаз жүзінде ол есеп толтырылса болды. Осындай нәрседен кейін ол қайдан дамиды ол. Ал мен таңдап алғаным B2C деген жаңағы әбден ең қиыны, бірақ ең сенімді жол дейді. Бір нәрсенің мағынасы болу керек қой, істеп жатқан жұмысың мағынасы бол. Сен кітап шығардың, оны біреу оқу керек. Әйтпесе оны не үшін шығарып жатсың? Одан да жаңағыдай кірпіш құятын бірдеңе сатып алып, кірпішіңді құйып, кірпішіңді сатып, мысалы. Той етеді, сол ақшаны былай да табасың ғой бірдеңе. Біреу тонасаң да бір нәрсе қыласың негізі табасың. Таза ақша табу деген ғана мақсат. Сен өзің елге жаңағы елдің алдында жауап беретін бір идеологиялық маңызы бар жұмысты алып алдың. Сен соны адам сияқты істеу керек қой негізі. Осы біз негізі адамдар өздері құртып жатыр бәрін. Жаңағы бұл жағынан келгенде жаңағы жердің жаңағы үлкендігі бұл негізі кемшілігіміз емес, байлығымыз ғой. Айтудың өзі қорқынышты. Көп көрген сияқты. Жердің үлкендігі жаңағы ауылдардың арасы алыс жатқанымен адамның аздығының өзі негізі бірінші проблема емес пе деп ойлап қаласың осындай кезде. Бірінші проблема жаңағы адамдардың ниетінің дұрыс емес. Жаңағы халық пен биліктің арасын ажыратып қалғаны бәрі соған алып келді ғой. Ал мысалы жаңағы баспалардың айналыспайтын сол тоқ қой тендерден алып алғанысы бар. Әр клиенттен бір 1,5 теңгеге бірдеңе 2,000 теңгеге сатып оның бір 1,5 теңгесі өзіңе түсіп оның шығынын алып тастаған кезде бір 300-400 теңге қалды деген сияқты есептеп отыру деген жолының шығынын алып тастаған кезде олар үшін ол бір қызық емес бір нәрсе болып тұр ғой. Мысалға тағы да бір ылғи айтатын нәрсе осы бір жаңағы күнделіктен тапқан ақша, мысалға бір кітапты сатып бір жыл бойы сатып тапқан ақша, бір жақсы деген тамадалардың бір тойда табатын ақшасы ғой мысалға. Сондықтан да ол жерде бір қызық нәрсені жаңағы. Жалпы бұл жерде сен енді жаңағы баспа компанияларын, баспагерлерді атап өттің, Қазақстан жазушылар одағын атап өттің. Енді олардың жаңағы жұмысын жақсарту үшін біз не істеуіміз керек? Сіз не істеуіңіз керек мысалы жаңағы қазіргі таңдағы мысалы баспагер ретінде осы нарықта жүрген адам ретінде жалпы қандай сіздің тарапыңыздан қандай үлес болады? Бізде демократия жоқ дейміз ғой. Демократия деген тек қана билікке қатысты болмайды ғой. Демократия деген адамдардың бір-біріне де қатысты болады. Алға заң бар, қылмыс. Жаңағы қандай адамның ар-намысын таптайтын болсаң, ол демек заң бұзушылық. Ал ар-намысын таптамай отырып бір мәселе бойынша оған бір нәрсе айтсаң, ол оны қабылдау керек. Демократия деген менің түсінігімде сол. Мысалға біреу дұрыс жұмыс істемей жатыр, сен соған бір мүддең бар ол жерде. Мүддең болғанда сен соған бір қатысың бар кішігірім. Сосын сен дұрыс жұмыс істемей жатсың ғой деп айтсаң, ол соны қабылдау керек қой. Мысалға бізде мынандай жағдай болды, атын айтпай ақ қояйық, бір әнші бірдеңе бүлдірді, сол туралы бір пікір айтқан ғой, тағы бір әнші. Сөйтсе соның ананың туыстары хабарласып жаңалыққа да шықты ғой. Мен бір нәрсе істейді екен, соны өлтіреміз деп қорқытқан мысалға айтқан сөзі үшін ше. Анау кәдімгі тығылып енді зәресі шыққан ғой. Бізде демократия жоқ деп біз билікке қарап айтамыз, бірақ билікке кез келген солардың кез келген нәрсе одан зор қырып жүруі мүмкін. Қолына сәл билік түссе Таласбек Әсен бұл жақсы неткен ғой, соны кімнің Шукшиннің 40 синонимі бір мақаласында Шукшин арқылы түсіндіреді сол совет үкіметінің адамдарының жаңағы комплекс қайдан шыққанын, әр адам дейді
кассада отырған қыз дейді, бір жерде отырған жаңағы не кішкентай қызметкердің өзі тиран дейді, сен қол астында болған оның алдына жаңағы жалынышты болып бардың ба, сен езіп жібергісі келіп тұрады деген сияқты. Сондай нәрседен бізде демократия. Ал енді жаңағы қалай үлес қосыламыз дедім ғой, мысалы ана Евгений Баженов деген орыс бар, сол қатты риза боламын ана жігітке, өзі менің құрдасым екен. Сол Бэдкомедиан деген несі бар, блогы бар, видео блогы бар, жаңағы каналы бар, арнасы соны жүргізеді. Сол барады да жаңағы Михалков деген сияқтылардан бастап бәрін сынайды, қылып арасында боқтайды, керек болса кинолардың жаңағы олар бүйтеді екен ғой, фонд кино деген өздерінің фондтары бар, мемлекет бөледі ақша, Ресей. Сонымен кино түсіреді да, соны мемлекет өзі жарнамалап жаңағы ақшаны қайтарады. Енді бизнеске айналдырып жүрген, соның ортасында халтураға кинолар шығады екен. Соны алып сынаған кезде бытшын шығарады. Сонда орыстардың арасында, орыстың билігінде демократия жоқ шығар, бірақ орыс халқында, зиялыларында кәдімгідей демократия бар. Анау Евгений Баженов нешеудір айтады, аналар соны енді оларға ұнамайды ғой, бірақ оны өлтіреміз деп қорқытпайды, немесе өлтіріп тастамайды. Олар соған енді тырысып келесіде жақсы кино түсіре ме түсірмей ме білмеймін, ол прогресс бар шығар, қанша деген айтылып жатыр. Оның қаншама, мысалы бір видеосын 15 миллион адам көреді деген сияқты, 15 миллион қаралым болады деген сияқты. Осылай үлес қосуға болады деп ойлаймын. Мысалға мен айтсам, баспаларды сынасам, жаңағы жазушылар одағын сынасам, бір нәрсе айтсам, мен олар жек көргендіктен, жеке бастарына бір нәрсе болғандықтан емес, ана жерде қанша мүмкіндік күйіп бара жатқанын көргендіктен, және де бұл бір негізі істелу керек жұмыс ол дегеннен айтасың ғой. Сондықтан да ол жерге негізі дұрыс адам келу керек, бүкіл жерге ше, дұрыс адамдар қалыптасу керек. Олар қайдан шығады білмеймін, дұрыс адамдар бар ма, бізде өсіп жатқан дұрыс адамдар көбейіп келе жатыр ма, әлде сондай жаңағы сондай бір бұрынғы адамдар қайтадан солар жаңа адамдар да жастар соларға ұқсап барады ма, ол жағын енді ол әлеуметтану зерттеу керек. Енді былай қарайсың, ойланасың, бірде былай көрінеді, бірде былай көрінеді. Мен институт емес қой, мысалы әлеуметтану сондай институттар болу керек. Мысалы ол да болу керек, бізде ол да жоқ мысалы. Ал жалпы өзіңнің замандастарыңның арасында енді сен қарайсың ғой, сенің айналаңда жалпы мен мына нелерден қорқамын. жатыр. Мен олардан қорқамын. Шенеунік боламын деп жүрген жастар бар ғой, солардан жаман қорқамын мен ше. Өйткені оларға бұрынғылар қанша дегенмен совет кезінде не олигархтар жоқ кезде, байлық жоқ кезде, құр қызмет, тек қана қызмет болып тұрған кезде шыққан ғой. Сосын барып мынау байлықты көріп, содан тұншыққан адамдар ғой. Олар туа сала сонымен өскен адамдар бар. Сондай туа сала бастық боламын деген. Аналар бастық боламын деді ғой. Бұлар бастық боламын және бай боламын деген адамдар. Және де ол сұмдық сынып отырады, жаңағы отырған жерінде сағат таққандары, адамға қарағандары, өздерінше проблема шешпекші болғандары ше. Мысалы қасында отырады, бауырым анау бір керемет бір деген тірегі болып отырған адам сияқты болып жүрген жүрістері, суретке түскендері, болашақта президент болып кеткен кезде суреттерін көрсетеді деген ой тұрады ар жақтарында ше. Сол нәрсе негізі ол керісінше ғой. Адам деген мысалға милиция болуға ұқсағаннан кейін милиция болмайды ғой, мысалға милиция сияқты болып жүрсе милиция болып кетпейді ғой. Ол милиция болу үшін ол сол құқық қорғау керек, сол нәрсемен айналысу керек, ол заңды білу керек, ол соған сай функциясын атқару керек. Сол кезде ол жақсы милиция болады мысалы деген сияқты. Олар керісінше ойлайды жаңағы. Мен барынша сыртым ұқсаса, ана бір мысал бар ғой, Саясат Нұрбек келтіреді ғой, бір кітапта бар екен. Бір жабайы ел жаңағы Еуропа барып бір елді отарламақшы боламын, әйтеуір сол жерге бір гарнизон салады әскери. Ол сол маңай тайпалар көріп жүреді, ана жерді қарап жүреді күнде. Сосын жаңағы самолет қонатын жері бар, аналардың әскери база қоршап тастаған, бірақ аналар қарап жүреді сыртынан. Сосын енді ұшақ арқылы жаңағы тамақтарына келеді, қару-жарақтарына келеді, адамдар мініп қайтадан кетіп жатады. Аналар көреді сосын. Сол ана қонатын кезде бүйтіп ненің ұшына түнде болған адам әйтеуір мұнараның басына шығып алады екен да, ана әскер жаңағы жалаушаны алып алып желбіретіп тұрады ғой. Содан кейін ұшақ қонады. Аналар ойлайды екен, жалаушаны желбіретсе ұшақ қонады деп ойлайды екен да, тамақ әкеледі де. Сөйтіп өздері жаңағы ағаштан мұнара жасалып жалаушылардың кезек-кезек отырады екен. Сол сияқты бір сыртын ұқсаса іші болады деген мағынасын түсінбеген нәрсе. Мен сол жастардың сол жағынан қорқамын. Сосын тағы бір нәрсе айтатын, бұрынғылардың көп кемшіліктерін біздікілер алып жатқан. Мысалы ауылда адамдардың, жастардың мен ойлайтын бұл совет үкіметінің адамдарын кетеді арақ ішу деген деп ше. Жастардың арақ ішіп бір-бірін өлтіріп мысалға ше. Сөйтіп біреу правосынан айырылып қалып, боқтап, төбелесіп, тура баяғы адамдар сияқты болып жүргенін көрген кезде енді апа адам түңіліп кетеді. Ол туралы және де оны ойлап жүрген біреу бар ма мына жақта мысалға? Біз Астанада отырмыз ғой мысалға. Астана деген нәрсе соның бәрін уайымдайтын адамдардың жиналған жері болу керек қой негізі. Олай емес, керісінше оларда шаруасы жоқ, мына жақта басқа шаруамен айналысып жүрген адамдар көрген кезде сондай кезде қорқасың. Бірақ енді түңіліп кетіп бәріне қол сілтеп қашып кетсең тағы болмайды, сол қолымнан келген нәрсесін істей бересің. Арман, сен өзің мысалы енді ауылда өстің, ауылды көрдің, қазір ауылға барып тұрасың ба? Жалпы ауылдың жастарымен араласасың ба? Олардың қазіргі құндылықтары қандай? Олардың арманы қандай? Ол қиын нәрсе. Мысалға кез келген ауылда өте мықты жігіттер болады. Олар өте үлкен нәрселер ойлауы мүмкін. Мысалға менің бір інім бар, енді Жезқазғанда өсті ол. Жезқазған дегенде мысалы кішкентай қала ғой, 100 мыңға жетпейді халқы. Барған сайын тозып бара жатыр мысалы. Ал ол сол жерден шықты да, бірақ қазақ анимациясы неге дамымай қалды деген сияқты нәрселерді сол кезден бастап ойлайды. Біз неге ол кәдімгідей намысына келіп сол күйінеді соны ойлаған кезде. Сондай жігіттер мысалға әуелі ауылда болады, мысалға бір сөйлессең, бір үлкен армандары бар, мысалға азшылық болады, өкінішке қарай. Енді бұл мысалға ауыл егер таза кішкентай болса, мал бағатын ауыл болса, қол тимейді, малын бағып келеді, шаршайды, өз дамыл болмайды ондай жерде. Қорқыныштысы не қала емес, не ауыл емес жерлер. Мал ұстамайды, ештеңе істемейді, жұмыстары жоқ. Таңертең кешке дейін бос, әйтеуір бір жұмыстар бар, ол жерде жұмыс
істейтіндей жұмысы жоқ, іштері пысады, күштерін қайда жіберерін білмейді, үйге су тартып алған ең су тасымайды деген сияқты, малдарын сыртқа шығарып тастаған мал жоқ, кешке таман не істерін білмейді аналар. сөйтті жаңағы баяғы өзі дайын шығатын жол бар, арақ ішу деген, сол арақ ішеді деген сияқты айтады. Мен сол таң қалатын нәрсем сол ғой, мен ауылда жүрген кезде әжептәуір зиялы жігіттер тұғын солар ше, КВН редакторда жүріп кішігірім болса да бір шығармашылықтары бар, бірдеңелері бар, әйтеуір арақ пен темекіден алыс жүрген мысалға, бәрі емес, бірақ сондай буындар бар тұғын, жақсы әзілдері де басқаша, бірдеңе біледі, Discovery сияқты каналдарды көреді деген сияқты мысалы ше. Ол да бір адамның ішкі сұранысы бар деген сөз, бір нәрсе білгісі. Сол өшіп болған кәдімгі соңып болған кәдімгідей бірең сараңдар болмаса, ішінде бірең сараң болмаса, көп соңып болған, сол айтатын әңгімелерді неткен. Сенің замандастарың? Менің замандастарым, менен кіші жігіттердің өзі бұрынғы кісілерге ұқсап сөйлегендерін көрген кезде енді қазақы сөздердің қалғанына қуанасың, бірақ жаңағы орысша боқауыздар, арақ туралы әзілдер мысалы, сол нәрселердің қалай аналардың бойына сіңіп кеткен ғой. Яғни құлдырап кеткен ғой. Шал болып бара жатыр көз алдымызда. 65-іңде, 95-іңде бірдей болып бара жатқан. Негізі ойланатын нәрсе, қиын нәрсе негізі. Әскери құртады. Мен бұны кеше пост қылып бір жазғам. Оны осыны енді президент сайласа, кім болса да, сол президентке анау хат жазғым келіп жүр. Өзі әскери дұрыстаңыздаршы. Сол әскерде менің бір досым болды, соны шығарып алуға жиі барып тұрдым. Бір әр сөздің арасында мысалы біреу сөйлеген кезде деп сөйлейтін болды ғой. Жаңағы шешең әрбір сөздің арасында ше, сәл пауза болса шешең білмеймін не нәрсе екенін мысалы сол және ол шешеңмен тоқтамайды, ар жағын түгел айтады жаңағы сөйлемін ше. Сол нәрсе мысалға моральдық жағынан бір-біріне деген құрметсіздік, офицерлердің жаңағы неге құрметсіздігі, бұл енді НКВД-дан қалған нәрсем деп ойлаймын, совет үкіметінің әскери. Содан кейін арақ ішіп келеді сол жақтан келген. Өзі арақ ішу әскерден келгеннен бастап совет үкіметі қандай қазір де сондай. Сол бір жігіт айтады, арақ ішу деген болмайды деп жүрсең алады да, кәдімгідей өзін қабылдауы бар әскер. Сол кезде ол теңіз несінде болған ғой, теңіздің суын жартылай құяды да, сосын арақ құямын ма бір нәрсесі бар, арақ ішесің. Одан кейін жаңағы кешке кезекшілікте қалған кезде офицермен бірге арақ ішуім керек. Бірнеше жігіттен естідім осындай арақ ішуді әскерден бастап келеді. Енді сонда біз әскер деген нәрсе өте үлкен жаңағы тренингтің орталығы ғой негізі. Бол астында түсті адамдар ше. Ол ертең ана жаққа барады, әке болады, ол жұмыс істейді, ана жақта жүреді. Ол мемлекеттің өзіне керек адамдар ғой. Солар ғой негізі адам жоқ болса қырып тастаса Қазақстан болмай қалатын ғой мысалы. Малдардың жаңағы мұнай шығатын жердің, көмір қазатын жердің ғана жері емес қой. Адамдар болғаннан кейін мемлекет болып тұр ғой. Бөліп болатын еді бізде. Ал сол адамдар нағыз керек нәрсені сөйтіп қордап бір жылдан кейін жібереді. Ол әскерге барып келген үйреніп келген нәрсесі боқтаумен жаңағы арақ ішу ғана болып болса не болады мысалы. Оны сол тренинг орталығы ретінде қарап, оған сол бір жылдың ішінде ол мықты азамат болып жүру керек болса ағылшынша үйретсін бір жылдың ішінде. Міндетті түрде сол хатты жаз. Жаздым, бұйыр соны дайындалып жүрмін. Жаңағы осы жақында бір жағдай болды да, ол бір трагедия болып біреуді өлтіріп тастап, ауылдың балалары сыртта жүріп, соны неткеннен кейін тіпті сол бұрынғы ойлардың бәрі қайтадан қозып, соны ойлап жүрмін. Подкаст көңіліңнен шықты ма? Facebook, Instagram, Spotify, YouTube және Telegram әлеуметтік желілерінде латынша Find Your Bee деп жазып, бізге тіркел. Жаңа эпизодтар мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл. Арман, сенің тағы бір жиі қозғайтын мәселе мына әлеуметтік желіде ол қазақ тілінің мәселесі. Яғни қазақ тілінің жаңағы қазақ тіліне қатысты кездесетін көптеген қателер, грамматикалық қателер, жаңағы сөйлем құрылысындағы қателер, жалпы ойды дұрыс жеткізбеу, дұрыс аудармау деген сияқты. Қазіргі таңда сен көптеген жаңағы сыни пікірлер айтып жүрсің. Одан қандай да бір пайда бар ма? Негізі пайда бар. Мысалға жалғыз ғана несін айтайын. Мысалға Асыл арна деген арнада қазір мен байқап жүрмін. Болады ма, көреді ме деген сөздер кейде кетіп қалады да бұрын. Әр жерде ол өте сауатты жүргізеді негізі. Тіл жағынан болсын, техникалық жағынан болсын, шығаратын суреттердің сапасы бәрі өте жақсы жұмыс істейді. Мен олардың әлеуметтік желіде SMM жүргізуіне жалпы бұрыннан қызығамын. 2014-те мен сол мәселеге қызыға бастаған кезде оларды мен өзім үлгі алғам. Тіл жағынан сондай қателер болады. Қазір мысалы мен соны осы бір ақ апта бұрын ба қарадым, іздеген нәрсе бар ма жоқ. Мысалы соны мен бір рет жазғанда әлеуметтік желі жүргізетін жігіт жекеге жазды. Ондай сындарым болса жекеге айтып тұршы, мен не дейін деп ше. Содан кейін мен сол нақты сол бір ғана мысалы болады ма, көреді ме деп жазған, одан кейін көрген жоқпын. Бұл мысалы тазарды. Сол сияқты бұл жалғыз мен ғана емес қой. Мен өзі 2008-де Алматыға оқуға түстік. Сол кезден бастап газет оқи бастадық. Газет оқыған кезде мындай мақалалар ана тілі газетіне, қазақ әдеби газетіне шығып тұрады. Бекболат Әдетов деген мақала. Осы биыл ғана қайтты. Сол кісінің мақалаларын көріп, мен оны соларды көшіріп, бір сұхбаттарда сондай нәрсе көріп қалсам, соны жазып, мен пейджинг тіл деген нәрсені оқыдық. Біз ана жалпы тіл білімін оқыған кезде бір термин болды, пейджинг тіл деген болады екен. Сол пейджинг тіл дегенді бір тілдің лексикасы қалады да, бір тілдің несі кіріп кетеді жаңағы синксисі, морфологиясы кіріп неге сол екі тілдің буданынан шығады. Былай қарасаң қазақ сөйлеп отырсың, бірақ сен сөз қолданысың, сөз саптау бәрі орысша болып кетеді. Негізі орыс тілі соған ұшыраған ғой деймін бұрын. Ол француздың тілінің ықпалы болды да, сол кезде формасы ауысып, жалғаулардың жалғануы. Бізде де сол нәрсе. Мен ойладым сол кезде. Осындай диплом жазбақшы болдым. Деген ой болды. Сонымен материалдарды сөйтіп жинай бастадым. Газеттерден жаңағындай кісілердің жазған, редакторлардың жазған балалардың, мәтін редакторларын. Сол кезден бастап қызыға бастадым да, бірақ ол кезде мен жаңағы жетекші боламын деген кісі декретке шығып кетті да, кейін қайтып келген. Басқа қыздарды алып кетті. Сосын босамай қалды да, мен басқа әдебиеттен
тақырып таңдап көрдім, сол күйі сонымен кетті. Бұл бірақ енді сол нәрсе енді жаңағы Бекболат әдетов сияқты кісілердің, мықты кісілердің мақалаларын, одан кейін шыққан мақалаларын да оқисың, сосын нақты көріп жүрген нәрселер бар. Кеше ғана жоқ сөздер еді, аяқ астынан пайда болды, жаңағындай болады ма деген сияқты. Бұрын өте аз естіген кезде біртүрлі таң қалып, мынау не деп тұр деген сияқты болады ғой. Кейін кәдімгідей қаптап кетті ғой. Қазір кішкене азайған сияқты. Мысалы сондай қаптап кеткен бірдеңелер көрген кезде кішкене иммунитетің бар, әжеміздің кәрнесін тыңдап өскен, жаңағы ерте тыңдап өскен, әйтеуір кішкене болса да жаңағы уызымызға жарыған, өзім сөйтіп есептеймін, мен сондай шығармын деп. Өйткені ажырата аламын, мысалға әр ауылдың диалектісі қандай екенін ажырата аламын. Мысалы диалектология деген сабақты оқыдық, өзі арнайы білімді да бар, сосын қазақ тілден басқа тіл білмей өскен адаммын мысалға. Соның бәрінің несі, енді мен осыны көріп тұрғаннан кейін айтуым керек қой, ол тіл андай болып алашулар болып бара жатқан. Осы нәрсе енді келіп мен редакторлармен сөйлесе бастадым, сосын былай болды, пост жазамын, біреу айтады, сен неге айтып отырсың, бір нәрсе істемейсің ба деген сияқты. Сосын мен бұны ойламайыншы деп те көрдім. Ойламайын десем мүмкін емес, нем жетпейді. Сосын жаңағы агрессиямен жазып жүремін, кейде екеуінің несіне де тиген шығармын, шамына тиген шығармын, мысалы. Сен сауатсызсың ғой деген сияқты сондай сарынмен жазып жүремін кейде. Бұл мүмкін дұрыс емес деп шапырағанда біреуді мысқылдап жазсаң есінде қалатын сияқты бола ма, әйтеуір стилі қалыптасып кетті ме, сөйтіп көп жазып қойдым. Одан кейін келдім, ойлап келдім де, сосын жаңағы мемлекеттік тілдегі мәтіндердің сауаттылығын қадағалау қоғамы деген қоғам құрдық. Жаңа кезінде Бекзат Алтынбеков деген екеуміз бір қор құрғанбыз, жұмыс істеген жоқ, тұрды әйтеуір журнал шығарушы ғана заңды тұлға ретінде. Сосын соның атын ауыстырдым да, ол алтын шоқы деп құра салғанбыз, атын алып не деп қоярымды білмей, өзіміз ауылдағы жаңағы Ақсақ Темірдің қойған алтын шоқысын. Содан жаңағындай өзгерттім да оны. Сосын енді сол бойынша редакторлармен сөйлесіп, жаңағы Бекболат әдетовпен де сөйлесіп келген, бұл кісі аяқ астынан жағдай төмендеп кетті. Операциядан бір операция көріп, сөйтіп кейінгі ең соңғы сөйлескен кезде дауысы бәрі шаршап тұр екен. Ол кісінің көп нәрсе алып қалуға болады. Сөйтіп мен жаңағы редакторлардан Бекболат әдетовтен бастап бірнеше редактордың басын құрап, сосын жаңағы үкіметпен жұмыс істеуді бастап жатырмын қазір ақырында. Сіздер қолдасаңыздар. Мысалға ақша Тойотаны зерттеу институты деген институт бар мысалға. Ол өйткені Тойотаның дамып кеткенін көрді. Машина кезінде Америкада дамыды, бірақ Жапониядан асып кетті Тойота. Қалай асып кетті дейді, соны зерттейді. Оған мемлекет қаржы бөледі, өзіне керек. Ана жұмысқа да мен ол жалғыз істей алмаймын. Ана редакторлармен өзім бір нәрсе істей аламын тегін. Ашығып штаб кішкене. Редакторларға мен сіз тегін істеп беріңіздер, мен ақша төлеймін. Ондай жұмыс жоқ. Жұртта мысалы біреуге айтып сіз тегін істеңіз деген нәрсені мүлде істегім келмейді. Оларға әрқайсысына олар тегін істеп беремін, жоқ деп қазақ немен келіп тұрса да ақшасын төлеп отырып істегім келеді. Сол үшін де редакторларға ақша беру үшін былай қыруар ақша керек. Мен редакторлардың басын қосып отырыс жасап негізгі мәселелерді талқылағым келеді мысалға. Сосын жаңағы қателер сөздігін шығарғым келеді, оны таратқым келеді, оны түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Жаңағы жергілікті газеттерден, телеарналардан бастап жаңағы колледждердің мұғалімдері деген сияқты көп қой, мешіттерде имамдар деген сияқты солардың бәрімен сөйлескім келеді мысалға. Сондай жұмыстар жасағым келеді. Сол үшін осы нәрсені бастап жатырмыз қазір. Ал жалпы енді бағанағы түсіндірме сөздік туралы ашыңқырап айтып кетсең. Сол қателер сөздігі деген ол былай болды, жаңағы қателер сөздігі дегенді ойлап жүрдім. Жаңағы 2009 ба сол кезден бастап қызыға бастадым сол кезде. Кейін бір қызық болған тауып алдым, орысша бар екен сондай. Көп кездесетін қателердің. Оларда жаңағы неге байланысты, ударениеге байланысты, сосын тағы бір родтарға байланысты, тағы бір сондай қателер бар екен орда. Газеттерде өздерінде жүретін. Енді ол біздікімен салыстырғанда түк емес ол. Бірақ соны олар жасап қойыпты. Бірақ мен оған дейін ойлап жүргем, біз өзі орысшадан көшіреді деген бір тағы бір комплексіміз бар ғой, орысша көшіргіміз келмейді деген сияқты бір жағы. Оған дейін ойлап жүрген нәрсе, сол нәрсені үлгі ретінде көрсетіп үлгерген. Бұл болмаса да істеуге болатын нәрсе еді ғой. Түсіндірме жаңағы. Енді қажеттіліктен туып отыр ғой. Иә, негізі өзі кез келген жұмыс проблема болады, сол проблеманы шешу үшін не істеу керек деп барып шығу керек. Керісінше бір нәрсені ойлап тауып, сосын бұл қандай проблема шешеді, бұны қалай істеуге болады, отчетін қалай беруге болады деп ойламау керек негізі. Сол мақсатпен тапқан нәрсе жаңағы қателер сөздігі дегенде, оны мен жалғыз өзім істемеймін, оны редакторлар онсыз да істеп жатыр. Жаңағы тілге жанасатын адамдар онсыз да қарап жүр. Негізгі шыққан жаңағы модаға айналып кеткен қателер бар, соларды жазады. Осындай қателер бар. Негізі оның дұрысы былай. Мына сөздерді былай қолданылса, негізі ол былай қолдану керек деген сияқты формада сөздік жасап шығару. Және де оның ішінде жаңағы кеңес ретінде қолданылатын мысалға көп қателер өзі аударма калька жасаудан шығады. Алдағы уақытта да текінле шығуы мүмкін, мысалға қолданыстар шығуы мүмкін. Ертең мысалы ағылшын тілі бізге кіре бастаса, ағылшыннан да бір түсініктерді аудара бастаймыз. Бізде ананы тура сөзбе сөз аударуға тырыспа, одан да оның альтернативасын қазақшадан не бар екенін соны табуға тырыс. Сенің мақсатың қазаққа жеткізу, қазақ аудиторияға. Сенің мақсатың ананың тура егізін жасап шығару емес, клонын жасап шығару. Сол нәрселерді түсіндіру керек. Жалпы сондай бір пайдалы, оны оқып шыққан адам одан кейін сауаттағы жазатындай, ізденетіндей, және қалай ізденуге болады сол нәрсені көрсететіндей дүние жасағымыз келеді. Ол жалпы енді барлық аудиторияға арналған ба, жоқ әлде нақты бір кәсіби аудиторияға арналған? Ол негізінен бір жұрттың алдында сөйлейтін, және де жазып интернетке, басқа жерге мақала бір нәрсе шығаратын адамдарға арналған. Яғни контент тарататын. Контент тарататын адамдар. Яғни олар жаңағы контентті сауатты таратсын деген барлық көпшілікке. Қазақша аудиторияға. Ол енді негізі тұтынушы, сосын жаңағы жасаушы не болады ғой, бөлім. Сол жасаушыларға арналған ғой, өйткені тұтынушы
жасаушыға қарап тілін түзейді ғой. Бізде қазір өкінішке қарай тұтынушылар сауаттырақ жасайтындарға қарағанда. Бұл жерде мәселе адамның санасындағы қиындықтарға байланысты тұр. Біз өтпелі кезеңде жаңағы қазақ тілінің мәртебесін көтереміз деген кезде соны тарта алмай жатырмыз ғой. Таза адамдарға арналған нәрсе болып тұр. Тағы бір мәселе бар бұл жерде. Біздің қазақ тілді кішкене біз біреумен жалғыз болып қалсақ қорқамыз ғой. Араб тілде сондай екен, жаңағы араб тілі сондай дегенде кішкене нең басылады, қорқынышың басылады. Біздің қазақ тілі дамымай қалған ба деп ойлайды ғой көбі. Араб тілінде мысалы мынандай нәрселер бар. Бір сөз төрт түрлі мағына жай тұруы мүмкін екен. Ешқандай мағына бермейді. Немесе бірдеңе деген мағына беріп тұруы мүмкін, немесе тағы басқа бір нәрсе, тағы оны арабтар өздері жақсы түсінеді. Басқа халықтар түсіну үшін оны жаңағы түсіндірмесімен қосып нетеді. Сонда біздің де тіліміз сондай ғой. Мысалға жаңағы бір сөз айтқан кезде оның интонациясына байланысты, қолданылып тұрған жеріне байланысты мағынасы өзгеріп кетуі мүмкін. Қалжың болса басқа мағынаға ие болып кетуі мүмкін деген сияқты. Біздің тіліміз жалпы негізі кішкене андай бір кісі айтып еді, бір нәрсе ойлап тұрасың дейді. Қазақтар бір нәрсе ойлап тұрады дейді. Мағынада бір нәрсе айтып тұрады дейді. Бірақ ол сөзді басқаша айтады дейді. Түрлі қабат болады. Қайсысы екенін ұстау керек. Сондықтан да жаңағындай мәселе тек қана техникалық қате жағынан емес, бұл қолданыс сөз саптау жағынан болғандықтан бұл нәрсе жаңағы бұл адамның проблемасы болғандықтан, адамның сауатсыздығы дейміз бе, адамның енжарлығы, жаңағы едан қалай болса солай қарағандығы ма, қазақ тілін менсінбегендігі ме түсіну қиын. Әлде әбден адамдардың бәрі орысша сөйлеп алған ба, қазақша жазады, бірақ орысша сөйлейді деген сияқты. Осы нәрсе мүмкін бәрі араласып контент аз ғой. Контент сол қазір көбейіп кеткеннен ие болып жатырмыз ғой. Мәселе жаңағы қазақ тілі өлеме көбейгеннің өзі сауатсыз контент шығып жатыр. Иә, сондай болып кетті ғой. Қазақ тілі өлеме деген мәселе қозғалған кезде менің ойымша қазақ тілі өлмейді, бірақ енді жаңағы полигонның зардабын шеккен мутант тіл пайда болып келе жатыр негізі. Соның ана артық жерлерін алып алып тастап операция жасап кішкене мынандай тіл бар, негізі біз осыны қолданайықшы деп бір ұсыныс жасау керек болып тұр. Сосын контент көбейген жақсы. Кезінде контент аз, қазір контент көбейіп бара жатыр. Жабайы түрде болса да, YouTube бар, несі бар, контент жабайы түрде болса да көбейіп бара жатыр. Және тұтынушылар менің бір қызығы, жаңағы кітапқа байланысты да негізі айтуға болатын. Сол кезде соған да не қазақша оқымайды, қазақша көрмейді дейді ғой. Қазақшадан басқа тілге қиналатын адамдар өте көп қазір. Және де мысалы орысша сөйлей алатын мен таңғалғаным сол. Орысша жаңағы базарға барып саудасын жасай алады, такси шақыра алады, кәдімгі орысша сөйлей алады, акцентсіз. Бірақ кітап оқи алмайды, кино көре алмайды орысша ше. Енді ол деген бәрібір кітап оқу, мысалы кино көру деген ол жердегі мысалы тілдің деңгейі жоғарырақ. Ал күнделікті тұрмыс тіршілікте пайдаланатын тіл ол жеңілірек. Сондай дегенмен. Сосын ана сөйлеу бөлек, бай болу керек. Оқу бөлек, сөйлеу бөлек деген сияқты ма екен мүмкін. Сөйлеу жағы жақсы дамып кеткен адамдар біз ойлаймыз орысша біледі, бірақ олар жаңағыдай қазақша оқығысы келеді. Қазақша аудармасы, сауатсыз аудармасы болса да қазақшасын алып оқығысы келеді, орысшасын оқып қиналған. Сондықтан да аудитория бар, соған сай ұсынылып жатыр, бірақ жаңағыдай нәрселер бар. Енді бұл да реттеледі ғой негізі, бірақ соны тез реттеп жүру керек, жаңағы тілдің бір жақсы несі сақтау керек. Енді тіл деген өзі бір орында тұрмайды ғой, ол тірі нәрсе ғой. Әрине, даму керек қой. Иә, ол даму керек. Ол даму керек, бірақ ол кері кетпеу керек қой. Біздің дамытып қойған тілімізді кері кетіріп, өзгеріс деген даму емес қой, өзгеріс деген даму деген нәрсе жоқ қой, өзгеріс деген басқа жаққа да өзгеріс. Сол даму жағынан өзгеріп деген түсінік қой. Яғни сапалы даму керек. Иә, сапалы түрде даму керек. Ал жалпы қазіргі жастардың тілі туралы не айтасыз? Біз енді жаңағы ауылдан ажыраған сайын, мысалы 13-14 жас шекарадан бастап, мысалы 20-22-24-ке дейін алсақ, мысалы мына бір 10 жылдық арасын. Мысалға кеше Тоқаев қазақша сөйлесе екен деп мен жазып жүрмін ғой. Мен ол шын уайымым, өйткені бұл нәрсе мен Тоқаев әкесі Кемел Тоқаевтың абыройымен қазақ аудитория бұл кісіні жақсы көріп, сол үшін кешіріп тұрған сияқты. Иә, қазақша сөйлей алмай қалады деген ой бізде жоқ, оны уайымдап жатқан жоқ. Бірақ енді одан кейін келетін президент одан сайын жаман болса не боламыз? Сол үшін мына кісі қазақша қалай да өзінің тілін сындыру керек деп ойлаймын. Көбірек сөйлеу керек, қате болса да қарау сол. Қазақша тіл сындыру оңай ма? Негізі енді жалпы біздің қазақша аудиториясы бұл енді тағы бөлек тақырып, жаңағы Владислав Тенден айтып жүр ғой. Біздің қазақша аудитория жайсыз аудитория дейді. Мысалға қазақша сөйлесең, итальянша бір ауыз сөйлесең, итальянецтер қуанып кетеді дейді, мысалға құшағы жайып қарсылады. Қазақтар қате сөйлесе жаңағы нетсе күледі дейді деген сияқты. Жоқ, қазақтар мысалы егер басқа ұлт өкілі қазақша сөйлеп жатса, қолдап қуанып жатады. Бірақ қазақтар қазақша сөйлесе. Ал егер қазақша қате сөйлесе, мысалы бізде мына Қарағұсова жүр ғой, депутат. Енді деген оны керемет жаңағы оны ұят болып кетті. Ұят болды, иә, тым ұят болды. Басында жарайды қызық болды, енді қою керек ол үшін. Ал жаңағы мәселеге келген кезде жаңағы айтайын деген қазақша тіл қалай дедім, жастар. Мысалға жаңа Тоқаевты мысалға келтірген себебім қазақша сөйлесе екен деп айтып жатсам, айтады бір жігіт жазыпты, сенің ойлаған деңгейіңде бәрі сөйлемейді ол деп ше. Менің қазақша дейтін түсінігім мысалға қазақша адам үндемей отыра алу керек қой, нағыз қазақша. Қазақтың үндемей отыруының өзі басқаша ғой негізі. Күлуі басқаша, мимикалары басқаша. Мысалға адам қартайған кезде жаңағы Владислав Тен дегеннің орталығында негізі қызық қана. Владислав Тен өзі орысша сөйлеп, қазақша қате сөйлеп, шамалап бірдеңе қайтып сөйлеп, сондай адам ретінде шыққаннан кейін оған ана комплекс барлар келді ғой. Мен шығып айтайыншы келіндер, маған менен қорқады мысалға ше. Іште жаңағы қазақша қате сөйлеймін деген қазақтар. Сонда ана адамдар трагедия екен ғой, қазақша білмесе. Адам үлкейген сайын сөйлегісі келеді, өзінің кім екенін түсінбей, жаңағы қиналады екен. Жамайдан аналар шындықтан айтқан кезде бар ғой, отырып бірінші күн жаңағыдай бір исповедь сияқты нәрсе болды ғой. Тыңдап отырсаң бар ғой, адам жылағысы келеді. Сонда айтайын дегенім жаңағы
үдде деген нәрсе ғой, сенің деңгейіңде бәрі сөйлемейді деген сияқты. Менің қазақша деген деңгейім мысалға жаңағы қазақша үндемей тұру ең жоғарғы деңгей сол деп ойлаймын. Мысалы ондай адамдар өте аз, ол ауылда ғана және де ше, шындап келгенде бар ғой. Қалада болса мысалы мынандай, бірақ мынандай бір қазақтар бар, олжас сүлейменов сияқты мысалға ше, қазақша сөйлей алмауы мүмкін, бірақ таза қазақ аңлар бар ғой. Сондай бір адамдар бар. Яғни рухы қазақ дейсің. Рухы бәрі қазақтар бар. Бірақ енді дұрысы жаңағы тілі де қазақ болған жақсы ғой. Және ондай адамдар қалада да кездессе, бірақ өте сирек кездеседі. Қазақша мықты қазақтар ше. Негізінен ауылда, және де ол ауыл қала болып бара жатыр ақырында. Ол негізі консервативті көзқарастағы сондай мен сияқты адамдар әр халықта бар негізі. Сеземін оны ше, мен сияқтылар. Және де ол болу керек. Соған қатты ұстамасаң айырылып қаласың сондай. Сондықтан мен барынша қатты ұстап жаңағы сондай үддеде жаңағы сұрағына жауап берейін дегенім ғой. Жастардың тілі қандай деген кезде ондай үддеден шығатын қазақтар өте аз. Және де оған да жұмыс істеу керек, ары қарай дамыту үшін, сақтау үшін. Фольклорымызда бар, бұрынғы кинода бар. Бұрын ондай қазақтар көп болды ғой. Сол кезде көп нәрсе жақсы еді, кино да жақсы еді, басқа да жақсы еді. Кейін мына жаққа шығып кеткен мына қазақ тілі мынандай ғой, қазақ тілі деген бір жаңағы мысалы не дейді ғой, қандай еді сөз бар ғой, тамадылардың сөздері сондай сөз жаттап алсам болды, теле жүргізуші боламын, бірдеңе деген ұйқастар жаттап алсам болды, мен жаңағындай боламын, қазақша білдім деп бой бермейтін адамдардың көптігі қорқынышты неге ше. Одан гөрі өзін нақты бағалай алмайды ше, қазақшасы қандай екенін. Енді ол жаңағы бір кішкене бір не болды ғой, бір термин бар екен. Өзінің ұлтын жақсы көріп, басқасының ұлтын жек көретін адамдарды жаңағы не дейді ғой, фашист дейді ғой. Сол сияқты тілінің несін қатты жақсы көретін адамдардың да бір ауру сияқты бір диагноз бар. Мен сондаймын негізі. Сен өзіңе сондай диагноз қойып отырсың. Ананы көрген кезде мен сондай екен ғой деп ойладым ше. Бірақ ондай адамдар болу керек қой деп ойлаймын. Сол тұрғыдан келгенде мен әрине көңілім толмайды тілге ше, жастардың тілі болсын, үлкендердің тілі болсын, үлкен кісілердің өзі кетіп бара жатыр мысалға. Бірақ негізі енді тіл сақталады ғой, енді соның бірақ сапасын арттыру. Ал жалпы саған мысалы жаңағы сын, реніш деген нәрсе бола ма? Осы сенің тарапыңнан қазақ тіліне осы журналистердің тіпті пайдалануына қатысты сенің сыныңа олардың тарапынан әріптес ретінде саған бір реніш сын болады, реніш болады. Ол кезде қалай шешесің жағдайды? Мысалға бір жігіт бүйтіп айтты, сенің айтқандарың мысалға менің деген жоқ, енді әлі менің деп айттым, тіпті көңіліме келеді деген сияқты. Сен ана айтам деп пайдаң тигізем деп зиянын тигізіп алуы мүмкін деген сияқты айтты. Мен сол нәрсеге қатты ойланып қалдым, жаңағы айтқанымда сол негізі дұрыс жазу керек пе еді. Жанашырлықпен жазасың ғой, бірақ ашуланып кеткен кезде енді адамсың ғой енді. Сол ашуың көрініп қалады да, ана адамды мұқатып жүресің ғой. Қазақша білмейді, бірақ сорлы білемін деп ойлайды деген сияқты. ар жағында бір не кетіп қалады ғой. Bir жағында өзіңнің нәпсің бар жаңағы. Сол сөйтіп бір айтқан пікірге қатты неттім. Ал былай енді біреулер айтады мысалға, группаластарым жаңағы арналарда істеп жүрген, сен группалас екен ғой, айтсай деп айтты деген сияқты. Мен ондай нәрсені мен түсінбеймін. Адам сын айтса негізі сол сынды болды ғой. Мысалы біреу айтты ма, мысалы маған біреу айтса, мына сөзің қате десе, мен ойлаймын ғой, расында да қате болса мен одан кейін қайталамаймын. Нақты қазақ тіліне байланысты болса, анаң қате болса, сенің қате деп өзіне қарсы айтамын. Егер менің қате болса айтсын, маған қате, сенің қате, негізі біздікі дұрыс деп айтсын. Ол емес болса онан дұрыстасын, болды, одан кейін қайталанбайды ғой. Бірақ бізде енді адамдар сондай сын көтермейді ғой. Сол мәселе жаңа бағана айтқаным сияқты демократияның жоқтығы деген нәрсе. Бір-біріміздің немізді көтере алмау деген нәрсе. Біз ана демократия Назарбаевта ғана жоқ деп ойлаймыз ғой. Назарбаевтың айналасында ана жоқ, анау мынау деп ойлаймыз. Айналып келгенде өзімізде де жоқ. Негізі сын көтеру керек. Сын дұрыс болса, оны жаңа айтқаным сияқты оны қабылдау керек, дұрыс емес болса айту керек, сен дұрыс емес, мазамдауды керек. Оны дәлелдеу керек және өзің. Келесі тағы бір мәселе, жақын арада сен Владимир Зеленскийдің жаңағы сөзін аударыпсың қазақшаға. Ұлықтау рәсіміндегі сөзін аударыпсың. Мен оны қарап шықтым, астындағы комментарийлерін оқыдым. Сондағысы көбісі енді рахмет айтып жатыр. Қазақ тілінде Зеленскийді сөйлеткен мына адамға деп, енді нақты Арманға деп айтып отқан жоқ, бірақ осыны сөйлеткен адамға рахмет деп. Тікелей эфирде отырғанда біреу аударған, оның дауысы біртүрлі, соның өздері көріп алды да, бәрі Зеленскийдің сөзі сұмдық деп бір күн жазып мысалға. Мен оны көрген жоқпын, сол күні көрсем сол күні аударатынмын негізі. Сол күні көрмей қалдым да. Келесі күні көрдім де сосын ойладым, мына енді қаншама адам қазақша, мүмкін қазақша менің түсінігім былай ғой. Мәселе оның қазақшасы болу керек. Оны ешкім көрмесе де қазақшасы тұру керек негізі ше, менің түсінігімде. Яғни бір ұлттық бір не болып тұр ғой. Адам намысы болу керек, бір несі болу керек. Иммунитеті болу керек, сондай бір адам бірінші өзін сақтап, сосын артылып жатса біреуге береді ғой мысалы. Сол сияқты біздің ұлт ретінде өзімізді сақтау деген неміз кетіп қалған ғой. Мәселе сол жаңағы қазақшасы тұру керек деген нәрседен шықты негізі бұл. Сөйтіп аударып тастағаннан кейін мен расында да андай реакция болады деп ойлаған жоқпын. Біз 2014 жылы бастағанбыз, Стив Джобстың бір сөзін аудардық, бір 2-3 ана кімдікін аудардық. Кейін жаңағы Бекзада деген журналда шыққан кезде Ник Вуйчич деген сөз, сосын тағы кімнің біреудің сөзін аудардық. Сөйтіп видео материалдарды жасаған, бірақ олар әртүрлі каналдан, бұрынғы ескі каналында қалып қойды біреулері, біреу жаңағы журналдың каналында қалып қойды. Видеоны ұзақ тұрақты түрде жүйелі түрде жүргізе алмадым, әйтпесе әйтеуір кетіп қалдым деді мен ақша. Зеленский жаңағындай неге қазақшасы жоқ деген нәрседен ғана аудара салдым. Сосын неге болды?
бірақ ондай резонанс болады деп ойлаған жоқсың. ойлаған жоқпын. Оны менен көшіріп алғанда да тіпті көп қарауға. Бірақ олар жаңағы арасынан Назарбаевтың несін суретін салып жүрді, Зеленский Назарбаев айтты деген сияқты қылып кішкене бір провокация қосып жүрді ішіне. Ұяттарың жоқ па, неге ондай істейсіңдер деп жазып жүрдім, бірақ жауап та берген жоқ, кішкене ыңғайсыздау жасады сол топ, сол арна. Жақсы Арман, болашаққа сенің жоспарың қандай қазір? Болашақ бұрын болашақты былай жоспарлаушы едік, жаңағы 2-3 айға арнап деген сияқты. Кейін созылып көп. Мысалы мен қазір 40-50-ге дейін өзімді бір енді ақыл қостың. сондай болды ғой, тәжірибені уақыттың тез өтетінін көрдік, мысалы уақыт өткізбесең кетіп қалады. Енді мен адам ретінде тіршілігімді реттеуім керек. Кеше осы сұрақ қойған кезде кәдімгідей Петропавлда жастармен кездесіп, сол кезде кәдімгідей ойланып қалдым, ана бір көңілім босалып кәдімгі сөйтіп қалдым ана. Сосын айттым, енді мен негізгі жоспарларым, енді мен бірнеше нелім болады ғой, мысалы мұсылман ретіндегі жоспарым, арман мақсатым болады. Жаңағы мұсылман болып тіршілік кешсем шіркін-ай деген сияқты, мұсылман болып өлсем деген сияқты. Сосын өзі біреудің жалғыз ұлымын, мысалға біреудің күйеуі, біреулердің әкесімін деген сияқты ғой. Сол Мұқағалидың жазған хаты бар, мен бәрінен бір еркектік функциямды атқаруым керек. Мағынасы осындай. Ақын деген одан кейінгі деген сияқты. Сол сияқты мен сол нәрселерді шешуім керек. Одан кейін осы елдің азаматы ретінде енді кішкене қазір неге қамап тастады ғой, Серікжан Біләш деген кісі. Ол кісімен бір әңгімелесіп жақсы араласып жүрдік қой, керемет кісі ғой. Сол кісі айтады ғой, мен неге ұлтшылмын деймін ғой, мен бір нәрселерді ойлаймын, біреулер айтады күледі, сен не ойлап жүрсің деген сияқты айтады мысалға. Қалай деймін ғой, соларға не деп жауап беруге болады. Жалпы солардың айтып тұрған не өзім, менікі не деймін ғой. Сонда айтады ғой, сен 4G ұстап тұрған не сияқтысың жаңағы. Олар 3G деген сияқты. Олар бірдеңе сен түсінетін, бірдеңе ол түсінбейді. Сен соған түсінетін мүмкіндік саған Құдай беріп қойды деген сияқты. Сондай нәрселер болғаннан кейін, мен ол нәрселерді ойлап қойғаннан кейін, ол нәрселер мені мазалай бергеннен кейін, демек ішінде бірдеңе бар ғой. Тұрсынжан Шапай айтқан сияқты, қазақтың жаны өліп қалған болса, қазақ өліп қалған болса, онда менің неге жаным ауырады дейді ғой. Сол сияқты нәрселерді ойлағаннан кейін осы жаңа азамат ретіндегі нелер бар, жоспарлар, мақсаттар. Сол осы нәрселердің шегінде жасаған жоспарлар жаңағы тілге байланысты нақты айтатын болсақ, қордың жұмысы, сосын баспаны бастап қойғаннан кейін оның баспаны кәдімгідей үлкен деңгейге шығару керек. Қазақша өзінің кітап тарату жүйесі бар. Мүмкін кітап тарату жүйесін кейін бөліп тастайтын шығармыз. Өйткені ол бөлек бизнес, кітап шығару бөлек бизнес. Осы екі нәрсе, сосын форум деген нәрсені бастап қойдық. Форум сол баспаның аясында бастағанмын негізі. Ол жаңағы болашақ авторлар дайындау, кәсіпкер жазатын кәсіпкерлер дайындау, сосын соған сай аудиторияны дайындау. Жұлдыз кәсіпкерлер шығу керек. Сосын аудитория қазақша кәсіп туралы контент қабылдай алатын аудиторияны тәрбиелеу. Олар кейін кітап сатып алады мысалға. Жалпы ол да жаңа қазақшасы болу керек қой. Ешкім келмесе де 2 адам келіп отырса да қазақша бірден өту керек. Масқара ғой осы уақытта бір қазақша кәсіби. Жалпы қазақша контентті қабылдау мәдениетін дамыту болып тұр. Сондай бірнеше несімен сонымен бастағам. Bir адам негізі бәрін әртүрлі нәрсемен айналыса берген дұрыс емес. Бір-ақ нәрсемен айналысу керек қой. Мүмкін кейін бір адамдар алып алып сосын ары қарай дамытатын шығар, дейтін шығармыз енді команда. Бағанағы жалғыз өзің ба деген кезде бір нәрсе айтқым келген. Өткенде бір жігіт мені талдап отыр ғой, сен былай істеп жатсың, сен ана тест режимінен өттің дейді, анадан өттің, сен команда құратын уақытқа келдің дейді. Мен команда құруымда жабайы болып тұр қазір, соны да бір кәсіби деңгейге өткізуге, мен қазір сондай кезеңге келдім, жоспарларым осындай. Көш жүре түзеледі дейді ғой. Иә, артқа қайтуға болмайды, артқа қайту қаупі бар. Егер де сәл шаршап қалсаң, сәл уақыт өткізбесең, уақыт өтіп кетуі мүмкін, өзекті болмай қалуы мүмкін кейбір нәрсе. Сондықтан да жаңа нәрселердің бәрін біреуіне зиян тигізбей, құрбан қылып жүрмей, соның бәрін өту керек болып тұр ғой. Арман, барлық бастамаларыңа сәттілік тілеймін. Рахмет. Бізбен бірге болғаның үшін рахмет. Біз өзіміз бен қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз. Мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру. Оян Батыр подкасты ұнаған болса, iTunes, Google Play қосымшалары арқылы бізге жазылып, Facebook, Instagram, ВКонтакте және Find Your Bee сайтында бізбен бірге бол. Және де iTunes-та өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа. Есіңде болсын, бақыт пен жетістікке анықтама беретін тек сен ғана. Жолыңнан тайынбай, батыр бол.